So'ng deb o'tir. Kolonka deyaplar. Salamatçılarına hürmetli ağayet tutan bağırlar. Bugün münasebette görgönüme kuanışlı olup oturmam. Göz değmesin. Birligimiz birlikte olasa versin. Halkımız, elimiz tabıslı ola versin. Buna bağırlarımız, önlerimizde bugün yıldastırıp atkan, verip atkan ası kabul olsun. Şalkayetler öylekine ülkön rahmet. Ağayında olsunday keng, mol, dasturxan jayıp bärimizдің basımızda olsun. Ata-babalarımıza Kur'an bağışlap, her vaxtlarda riza kılıp oturup, öyle razı bolmay tırıp ayırmayıp deyip, Xuda kalasa bularning жұмыстарының бәрі алға баса берсін, тілектеспіз. Аман болайық, сау болайық. Осындай жиындарда бас қосып бір-бірімізге қазақта айтады ғой, жүзге жүзсе жүрекке мейір түседі деп. Көрген сайын бір-бірімізді тани түсеміз, сыйлай түсеміз, қадірлей түсеміз. Сондықтан мына Қылауыз ұжымымыздың бұрынғы сөзін айтқанда президиумның төрағасы Издатилла бауырым, саған үлкен рахмет. Көптеген еңбегін сіңіп жатыр. Менің әкем Төлеген Рүстемұлының жұмысын жалғастырып келе жатқан мықты інілерінің бірісің. Біз сенімен мақтанамыз. Тек Қылауыз атамыз бабамызға емес, мына ауданға депутат болып, облысқа, атын республикаға танымал болып келе жатыр. Жақында президент Тоқаев депутаттарды жинаған кезде белді мүшесі болып, осы бауырымыз қатысты. Қылауыз атынан, Жаңғырған атынан, Қызылорда облысы атынан неге мақтанбасқа? Мақтанамыз, төбеміз көкке жетіп отыр. Не бір мықты ағаларымыз өтті бұл өмірден. Мен қазір есімде бар аруақтарды еске түсірейін. Мен үшін, басқа да мына інілерім үшін өмірден өткен көкелеріміз бар. Атап айтқанда Жұмаділаев Әбсаттар, Жұмаділаев Исман көкем, Үсенов Ергеш, Есалы Тұрсынбаев, мына көптеген, бір есімде бар, бір есімде жоқ. Тұтқабаев, Сабырханов, Алпамыс көкеміз. Біз бәріміз осындай елге еңбегі сіңген азаматтардың інілері болып, бұлардың еңбегін көрдік қой. Бұлардың аянбай, тек Жаңғырған емес, облыс, елімізге, Қазақстанымызға еңбек сіңірген азаматтар еді. Аллаға шүкір. Ал енді бүгінгі таңда, бұрын ағаларымызбен мақтансақ, бүгінгі таңда інілерімізбен мақтануымызға болады. Сол ұлы ағаларымыздың жұмыстарын жалғастырып келе жатқан. Ол мысалы, мен білетін Ерсұлтан Апетов, Дархан Тұрсынбайұлы, олардың қарасында міне тағы Изатулламыз бар, Әнуар Нақипов бар, Мұхаммеджан Рүстемов бар. Міне осылармен мақтанып жүреміз қазір. Бүкіл Қылауыздар, біз бір емес, Жаңғырғандық ағайындар да осылармен мақтанады, біздің үнеріміз бөледі. Сондықтан Аллаға шүкір, орында бар, оңалар дейді. Үлкендеріміз келіп жатса, жеткеншек інілеріміз ағаларының ұлы жұмыстарын жалғастырып жатыр. Елімізге қызмет етіп, халқымызға қызмет етіп. Тіпті шетелге танылып жатқан бауырларымыз да бар. Ғылым жолында, ғалым болып, мықты атақтардың дәрежесіне жетіп жатыр. Мына біздің Астанада халықаралық бір ұйым бар, қоғамдық. Сол қоғамдық ұйым, мына соның бірі Құлатай бауырым келді ғой, жаңа айтты, білім қазына қоғамдық қорының төрағасы.
бүгінгі таңда біздің абыройымызды тек өзінің сабылт емес, бүкіл қожалардың абыройын, бүкіл мұсылмандарды әлемге танытып жүрген азаматтарымыздың бірі. Осыдан бір апта бұрын халықаралық деңгейде үлкен конференция өткізді. Небір мықты Қазақстанымыздың Түркия елінің азаматтары қатысып, белгілі телевидение, радиоларда хабар берді. Ислам дінінің қазақ жеріне қай уақытта келгені, қалай келгені, түрк халықтарының бұрынғы дәуірі қалай болды, осының бәрін зерттеп, бүгінгі ұрпақ жастарымызға түсіндіріп келе жатқан мықты әрі журналист, әрі ислам жолында, мұсылман діні жолында еңбек етіп келе жатқан, көп жыл Мұбарак университетінде ұстаздық жасаған, Казгуде ұстаздық жасаған ініміз рахмет саған бауырым келгеніне. Ал енді сондай қоғамдық бір төрағаның төрағасымын мен Астанада халықаралық деңгейде, ол менің қоғамдық бірлестігім халықтар достығына арналған. Біз осы Қазақстан азаматтары өзге ұлттармен, өзге мемлекеттермен достық жасап жүрген азаматтарды марапаттап отырамыз. Дипломымыз бар, ордендеріміз бар, медальдарымыз бар. Олардың бәрі қоғамдық. Бүгінде мемлекет рұқсат берген ғой, әрбір қоғамдық ұйым, мекеме өздерінің марапаттары болады. Сондай бір қоғамдық халықаралық деңгейдегі біздің халықтық дипломатияның халықаралық ынтымақтастық қоғамдық бірлестігінің шешіміменен бүгінгі мына жиынды пайдалана отырып, қылауыздың ұрпағы, біздің мақтанышымыз, жаңағы көп айтқан бүгінгі інілеріміз елімізге қызмет еткен бірінімізді қоғамдық медальмен марапаттайық деп отырмыз, бауырлар. Бұл медальменен енді атын істеп жатпайын, атап біздің мемлекеттің ішкі істер министрі марапатталған, көптеген полковник пен генералдар марапатталған. Соның қатарында полковник ініміз Жаудастар Исайда. Білесіздер, бізде екі түрлі марапат бар. Біреу мемлекеттік марапаттар, президенттен алатын, екіншісі қоғамдық марапаттар. Мына бұл жерде жазылып тұр енді, мына халықаралық болған екен, орыс тілінде жазылған. Международное содружество народной дипломатии награждает медалью за вклад в борьбе с преступностью Шайхадина Шалкеева деген. Бұл қоғамдық болса да алтын медаль болып саналады. Неге? Ашып бересіз. Алтынның суымен жалатқан ең жоғарғы проба 3 девятки дейді, золото. Сондықтан қоғамдық болса да алтын болып саналады. Құтты болсын. Ойбай мына керемет томнау. Алтын. Жеңшем ертіп ананы сырға істеп болмасын енді. Байқап жүресіз. Sen de айтасың. Ой, Служу Советскому Союзу. Қолда Қазақстан халқына қызмет етті. Служу Республика Қазақстан. Уре, уре, уре! Ал енді Құтты болсын. бұл енді бірінші е соңы болмасын інілеріміздің. Бұл қайта ең біріншілері өз бауырларын ең соңынан марапаттап отырмыз. Басқа мемлекеттің, өзге мемлекеттің, басқа облыстардың азаматтарын марапаттап жүргенімізге 5-6 жыл болған. Бұл ең біріншілерінің бірі болып отыр. Ал енді өзімізді сыйлауымыз керек қой. Өзіміздің бауырларымызды қадірлеу керек қой. Солай емес пе? солай. Сондықтан бұдан былай да басқа осы ағайда жиналып жатқан кезде осындай мерекелерде құттықтап тұрамыз, Құда қаласа. Мына Изатулла бауырым маған айтып тұрса, көке, мұны ініңіз лайықты десе, шын жүректен марапаттап отырамыз, халқымыздың атынан. Бұл халықтық медаль деп саналады. Рахмет, бауырларым. Рахмет көке. Алланың нұры жаусын сізге.
мынау ас берушілердің